Сәлем достар, бұл Алматы туризм бюро YouTube каналындағы кезекті подкаст шығарылымы. Бүгінгі түсірілім қазақ тілінде болады. Сондықтан өзім де шамалы қобалжып отырмын, бірақ сіздердің көңілдеріңізден шығады деген үміттеміз. Бүгінгі түсірілім тобына қолдау көрсетіп, локация ұсынған ғылым академиясына алғысымызды білдіреміз. Алдағы жарты сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нина Омар және біздің арнайы қонақтарымыз Айдидау. Бұл қазақтың қара домбырасы арқылы шетелдіктердің назарын аударып жүрген этноблогер және оның әр жолдасы, әрі продюсері Дастан Өмірзақ. Қош келдіңдер. Көңілге қалай? Сәлем, рахмет. Жақсы. Шақырғаныңа көп рахмет. Бүгінгі тақырып жайлы шамалы айта өтсем, бүгін Алматы қаласының туристік әлеуетін арттыру мақсатында, жалпы шетелдіктердің қазақтың мәдениетіне, тарихына деген қызығушылығын ояту мақсатында контенттің атқаратын рөлі қандай деген сұраққа жауап іздейміз. Бірінші сұрағым келетіні, менің ойымша көпшілікке де қызық болады. Неге Айдидау? Біз білеміз, Мағжан Жұмабаевтың Айдидау деген халық әні бар. Ол өзінің жарын солай еркелеткен деседі. Ал Айдидау деген сахналық псевдонимнің пайда болуына не түрткі болды? Жалпы Айдидау дегеніміз бұл сахна есім болып келеді. Біз құрастырып Айди дегеніміз менің шын есім Айдана болады. Дау дегеніміз ұлттық жұрнақ. Солай құрастырып осы екі сөзді Айдидау деген сахна есімін шығардық. Осылай пайда болды менің есімім. Мен сені Дастан солай еркелететін шығар деп ойлағанмын. Негізінде қайырлы күн. Ғылыми майдан өткен осындай керемет ғажап жерде сұхбаттасып жатқанымызға біріншіден қуаныштымын. Айдидау ол неліктен қазір Айдидау деген атақпен жүр, неліктен жай ғана Айдана Қабдилова емес деген сияқты подходты өзгерткіміз келді. Дәстүрлі әншілердің барлығы жаңағы атымен тегімен шығып жүрді, бір жаңа буын, жаңа леп келді. Сол тұста біз зерттеген болатынбыз, қалай жасасақ болады, бір продукт упаковка дейді ғой жаңағыдай. Сол себепті неліктен күйшіні біз жаңа форматта бір андай шетелдік вайбпен бір ерекше бір подносқа салып подачасын бермеске деген сияқты идеяда біз үлкен ұзақ уақыт бойы үлкен жұмыс атқардық. Сол кезде біз неше түрлі жаңағыдай неймингтарды қарап 2А4-ға толықтай жазған кезде осы атқа тоқталдық. Кейіннен Айдидауды біз халық әні деп жүрдік қой көбіміз, мағынасын түсінбей. Мағжан Жұмабаевтың жаңағыдай историясын естіген кезде бір іште жылулық пайда болды, яғни біз дұрыс бағытта екенбіз. Сигнал. Қазіргі таңда жастар көбінесе заманауи бағытты таңдайды, кей-поп деген шықты. Ал сендер неге этно-контентке тоқталдыңдар? Жалпы этно-контентті мен 2021 жылдан бастап қолға алдым. Бұл менің мамандығым болып келеді. 6 жасымнан ата-анам домбыраға берген болатын. Сол себептен өзім домбыраны қатты сүйем. Бұл менің өмірлік серігім, менің екінші жартым болғандықтан осы домбыраға өз өмірімді арнадым десем болады. Сол үшін жаңағы үйде жай ғана отырмай біздің қара домбырамызды, ұлттық құндылығымызды дамытып, арттырып, осы неге әлеуметтік желілерге салмасқа, неге шетелдіктер, біздің қазақстандықтар осы домбыраға деген махаббаттарын оятып деген сияқты осындай мақсатпен ұлттық домбыраны, ұлттық құндылықтарымызды дамыту мақсатында осы жалпы әлеуметтік желілерге видео салып бастадым. Ең басында енді танымалдылық бірден болған жоқ. Бірінші 2021 жылы карантин уақыты болды ғой. Ол кезде бәріміз үйде болдық. Сол мен Алматыда болған кезде карантинді үйде жатпай, бос отырмай, тау-таста өзен көлге барып, жаңағы Көлсай, Қайынды, Шарын, бізде әдемі жерлер өте көп қой, әдемі көрікті жерлеріміз. Сол домбырамды арқалап, штативімді арқалап, Дастан екеуміз барып, өзіміз құр отырмай, жаңағы домбыраны дамытып, видео түсіретін болатынбыз. Бірақ алайда 1 жыл көлемінде қатты танымалдылық болмады. Видеоның қаралымдары 1-2 мың ғана болатын. Келе-келе қызығушылық арттырып, сосын 10 мың, 100 мың, одан кейін миллион, одан кейін 10 миллионға дейін қаралым көп жиналып, оқырмандар саны көбейді. Сөйтіп, домбыраға деген қызығушылық өте көп қазір. Алғашқы миллион қаралым жинаған видео қай күйге болды? Көроғлы, Түркістан. Түркістанда. Зарина Мүсліммен бірге болған жобада біз Түркістан Айдананың қолында мынандай маникюр болды. Тоже туристік жоба.
орел и решканы біз басқа форматта жаңағындай Шымкентте қайталап көрген болатын. Жаңағы оңтүстік өңірдің бүкіл көрікті жерлерін, жаңа арыстан баб, киелі, зиярат ететін жерлердің барлығын жан жақтан адамдар жинап сол жақта бір эксперимент жасаған болатын. Сол кезде Түркістан караван-сарай енді ашылып жатқан кез еді. Біз сол жақта ракурсты қойдық, осы жерде түсіре салайық деп жаңағындай тездетіп музыканттар үшін өте фальш, халтура болды. Маған ол видео ұнаған жоқ, мен салғым келмеді. Өзім де маникюр өте ұзын болды да тырнақтарым, ол музыкант үшін болмайды ғой негізі. Мен ол кезде жаңағы съемкада болдым, сол үшін маникюр жасатқан болатын бірінші рет. Сосын Дасан айтады, осындай әдемі жерде, колоритный жерде Түркістанда түсіру керек, түсірейік, жарайды түсіре саламыз. Сосын анау видео маған ұнаған жоқ, себебі фальш звуктар болды, маникюрмен ыңғайсыз кішкене, бір-екі дыбысы фальш шықты. Сосын сала салайық дедік, сол кезде көп қаралым жинаған сол видео болатын. Оның сол бір фальшты байқап негатив комментарий жазған адам болды ма? Сол момент негізі Айдидау үшін сынатын, яғни Айдидаудың тоқтайтын бір сәттерінің бірі болған. Неге? Себебі мұғалімдері, жаңа консерваторияда профессорлар ана видеоны өшір деп, яғни ужас қой деп. Неліктен этноконтент дегенді бір артистің көзқарасымен тыңдадыңыздар, продюсердің көзқарасы ретінде шыны керек, Айдидау одан кейін бізден кейін шықты ғой, көп домбыра ұстап жаңа блогерлар. Біз соны өзгерткіміз келді, яғни дәстүрлі әнші, домбырашы, ол фуршетте отыратын адам, болмаса бір төмен сорттағы бір солай саналатын. Өйткені телевизияда жұмыс істедім, білесің. Сол жақтан бүйтіп жүрекке ауыр тиіп, неліктен эстрададан, неліктен телевизиядан кетті деген сұрақтың бірден бір жауап сол. Бір әнші керек болатын болса, миллиондап гонорарын төлеп тұрған жерінен алдырады. Бір дәстүрлі әнші, домбырашы керек болса, кім бос 5000 теңгесін жолға беріңдерші, алдыра салайық деген подход болды да. Өте төмен деңгейде. Сол нәрсені өзгерткіміз келіп, Айдидау жобасын бастадық. Және де тура солай, жаңағыда Айдидаудың алғашқы көп таралған видеосынан кейін бізге хейт емес, кәдімгідей критика келді. Ұстаздар жағынан, бұл не деген сұмдық, көроғылыны құрттыңдар, 1 минутқа тығып тастадыңдар, 3 минуттық толық шығарманы қысқарттыңдар деген сияқты түрлі. Мына видеоны өшіріңдер, мынау болмайды, ұлттық қастандық, мәдениетімізді үйтіп жатсыңдар, бүйтіп жатсыңдар деген, яғни қалып қалған бір стереотип бізге кәдімгідей былай дүк етіп үстімізге түсе қалды. Біз не істедік? Біз сол кісілерді ақырын блоктадық та, ары қаратай жұмысымызды жалғастыра бердік. Иә, мен ұстаздарымды блокқа тығып тастадым. Негізі оқыған жерім Қара шаңырақ консерватория ғой. Ол жақта енді кәдімгі қарапайым күй 3-4 минут, 5 минутқа дейін жүреді. Олар үшін жаңағы 20-30 секундтық күй, мынау не істедің, не қысқарып тастадың, сен композитор емессің ғой, адамдарға бұл қалай жетеді, күйдің сәнін бұздың ғой деген сияқты неше түрлі критика келген. Сол кезде қатты сынған переломный момент болған. Бірақ мен ойымша бұл жаңа бағытты дамытам десең, жаңа көзқарас керектігін көрсететін сияқты. Ал қазірде сол жұмыстар нәтижесін беріп, Айдидаудың инста парақшасында 280 мың оқырман бар, иә? Тиктокта 90 мың. Тиктокта 2 парақша бар, бірнеше парақша бар. Қазақстандық, сол екеуі де 90 мыңның айналасында. Ал сол оқырмандардың басым көпшілігі шетелдіктермен білсем. Қай мемлекеттен өте көп? Статистика бар ма, сан? Негізі менің оқырмандарымның көп бөлігі жаңағы айтып кеткендей шетелдіктер, яғни ол Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, біздің түркі тілдес елдерде. Олар біздің домбыраны қатты сүйіп тыңдайды, қатты құрметтейді. Білмеймін, негізі саяхатқа барған кезде домбырамды ала барам ғой, мынау қандай аспап, ойнап беріңізші. Және де мен өзім қыдыруға бармаймын, мысалы Түркияға, Әзербайжанға қыдыруға емес, жаңағы контент түсіруге барам ғой домбырамен арқалап. Көп сұрайды, неге домбырамен барасың, жай ғана демалуға бармайсың ба? Жоқ, бұл менің жұмысым деп айтам да. Сол себептен жаңағы концерт беруге сұраныс өте көп сол жақтардан. Себебі оларға домбыра өте қызық. Оларда ішінде қандарында да андай домбыраға деген сүйіспеншілігі, махаббаттары бар. Солай деп ойлаймын. Бакуде және Стамбулда өтті концерт. Қанша халық келді? Түркістанда екен. Ұмытып кетіппіз айтып өтті.
Қанша? Түркістан, Баку, Стамбул осы үш жерде болды. Стамбулда 2 рет, Бакуда бір кішігірім акустикалық кеш десек болады. 100-150 адамға арналған. Түркістанда ашық алаңда open air, яғни караван-сарайда концерт болған болатын. Және де қызықты факт, бізде жаңа посольстволармен, елшіліктермен өте тығыз байланысамыз. Ол кісілердің өздері таңғалған болатын. Біздің концертке келген халықтың 90% сол жердің жергілікті халықтар. Олар көп сөйледі, диаспорадан, қазақ диаспоралар, сонда жүрген қазақ туристері келеді деп. Бірақ біз әрдайым барамыз, концерт қоямыз, сол жердің, яғни жергілікті халқын толтырамыз. Ондай қызығушылық қайдан екенін үлкен күштер арқылы білсек болады. Мысалы, жаңа пантюркизм, туран деген сияқты идеологиялар бар ғой. Солар бастауын алған тұста біз дәлме-дәл келіп қалған екенбіз сол. Яғни сол буынға біздің жасап жатқан контентіміз сай келіп қалып, домбыраны олар пір тұта бастады, домбыраға олар ғашық бола бастады деген сияқты сол моментті ұстап, сол толқынмен біз осыншама аудитория жинадық. Түркияда бізбен бірге сапарлас болған адамдар біледі, бізді Түркияның бір андай Үшқоңыр сияқты бір айдаладағы бір жерлер болады ғой. Сондай жерлерде Айдидаудың оқырмандар табылып, кәдімгідей туристік орындарда да біз дүкенге кіріп су, жейтін жаңа снектар алып жатқан кезде бізге счет төлетпейді бәрі. Биыл Каппадокия, сондай әдемі жерлерде болдық. Каппадокия, Памуккале деген жерлерде. Тіпті ақша да алмайды ғой. Ой, біз сізді танимыз, сіз домбыра ойнайтын қыз емессіз ба? Жоқ, біз сізден ақша алмаймыз деп сөйтеді екен. Мен өзім 6 ай Турцияда тұрып келдім. Сол менің аркадашыларым сенің видеоңды жібереді маған. Қазақ қызы домбырада күшті ойнайды деп. Негізінде осы туризммен мәдениетті байланыстыратын болсақ, ұлттық контенттің Алматының туристік дестинация ретінде дамуына қандай әсері болады? Жалпы ұлттық контент туризмге өте жақсы ықпал әсер береді деп ойлаймын. Жаңағы айтып кеткендей, видеоларымның әсерінен ба, туристер, жаңағы оқырмандарым қатты қызығады осы Алматыға, Алматының тауларына, табиғатына таңғажайып. Сол үлкен әсер деп ойлаймын. Ең керек нәрсе ұлттық контент деп ойлаймын негізінде. В кадре KZ, Әділет Рахметолла, Айдидау, тағы да тревел блогерлар бар ғой. Жаңағыдай біздің көшпелі дәстүрді көрсетіп жүрген, қазақи табиғатты, қазақтың музыкасын басқа жерлерде кездеспейтін бір ерекше дүниелер. Экзотика деп айтайықшы, былайша айтқан кезде басқаларға. Соны көрген кезде олар түсінеді, мыналарға барсақ осындай дүние көре аламыз деп. Қаланың ішіндегі жаңағы біз құбылысты түсіріп, лайфстайл блогерлар, олар турист тарта алмайды. Неліктен яғни шетелде бар Гуччи, бізде де бар. Жаңа өзінде көп мемлекетке сапарлаған кезде орталықтан қашуға тырысасың. Неге өйткені тура Алматыда бар бутиктер, Алматыда бар ойын-сауық бағдарламалар, қаланың ішінде, қаланың сыртында нағыз қызық дүниелер басталады. Неше түрлі пляждар, жаңағындай бір қалай айтсам екен, ерекше болмыстар, сол ұлттың, сол халықтың тұрмыс-тіршілігімен байланысты дүниелер әрдайым қызық келеді. Сол себептен ұлттық контент бізде өте аз деңгейде деп айта аламыз. Өйткені ұлттық музыканттардың өзі қазір Димаш Құдайбергеновтың командасындағы Олжас деген жігіт бар. Magic of Nomads деген бағдарламамен қобызды дамытып жатыр. Тура сол сияқты біздің статистикамыз қандай? Инстаграмдағы 10-15% Қазақстан, 75-80% шетел. Олжаста да тура солай, бізде де солай, Анзор в кадре KZ-та да тура солай. Яғни шетелдің адамдарына біз қызықпыз. Өйткені белгілі бір дәрежеде моңғол деген үлкен мәдениет бар ғой. Біз олардың белгілі бір, қалай айтсам екен, солардың мәдениетін қазір ұстап қалғандардың біріміз. Яғни көшпелі, жаңағыдай бір ат үстінде жүрген адамдар сияқты көрінеміз. Бірақ та біздің ол нәрсені бейімдеп, әдемілеп алып келіп, Инстаграмға салған кезде ол өте қызық болып табылады. Және де бізге осы уақытқа дейін көптеген достарымыз келді шетелден. Қалада көп жүргісі келмейді. Отельді де қаланың сыртынан алады. Одан кейін бізге айтады, үйлеріңе апарыңдаршы, үйден тамақ жейік сендердің, бешбармақты үйден жейік, атқа сендердің үйлеріңнен мінейік деп. Өйткені оларға сол дүние қызық.
жалпы көп адамға солай деп ойлаймын. Ал Айдидаудың контентін көріп шабыттанып Қазақстанға немесе Алматыға келген туристер бар ма? Иә, Өте көп. әрине бар, өте көп. Біз сол 2021 жылдан бастап шамамен өтірік айтпасам 100-дей турист келген шығар, 100 шамалы. Біз сол оқырмандармен, достарымызбен бірге жаңағы Алматының ең әдемі көрікті жерлерін көрсетіп, бірге Шарын шатқалына көтеріліп, Қайынды Көлсайды көрсетіп, бірге атқа мініп, бірге бешбармақты жеп, осылай Алматының көрікті әдемі жерлерін көрсеткен болатынбыз. Ал бізге айтпай келгендерде туристер өте көп. Вот примерно бізбен бірге барғандар 100-дей болады. Арнайы программа жасап өздерің ертіп жүрдіңдер. Арнайы программа емес, яғни олар бізге Инстаграмға хабарласады. дайректке жазады. Біз Қырғызстанда жүрдік, сіздермен көрісуге мүмкіндік бола ма, біз Алматыға келсек деген сияқты. Біз жұмысымыздың барлығын тастаймыз, жарайды дейміз, 3-4 адам болып келеді. Енді белгілі бір дәрежеде олар біз үшін келіп тұрғаннан кейін біз оларды бірге қыдыруға тырысамыз әрдайым. 2023 жылы сол бір өзімізде бос уақыт болып, көп уақыт Алматыда болдық. Сол кезде бір 100-ге жуық, бір 3-4 айда 100-ге жуық турист қабылдап тастадық кәдімгідей. Бізге жазады дайректқа. Біз осындай жақын Ресейде жүр, болмаса Қытайда, болмаса бір алыс жақын таяу шығыста жүреді деген сияқты. Іссапармен жүрек, менде бір апталық 2-3 күндік уақыт бар. Сіздерге келіп кетсек бола ма, көріссек бола ма сіздермен деп. Біз осындай уақытымыз бар, жарайды келіңіздер дейміз. Олар кәдімгідей келеді осында. Примерно жаңа шығындары сіздердің сайттарыңыз, бір сайттан көрдім. $1000-$1500, иә? Жарнама. $1000-$1500 шығын жұмсайды. Барлығы да тура солай, яғни кемі $1000 тастап кетті. Қайыңды Көлсайға бардық, бірге Шарынға бардық. Сонда Айдидаудың парақшасының өзі $100,000-дай пайда алып келді. Яғни Алматы қаласының ірілі кішілі бизнесіне. Сондай бір одан кейін бізде қазір үлкен жоба бар. Дайындау үстіндеміз. Түркістанға көптеп туристер тарту. Яғни Түркістанның тура жанындағы Ташкент пен Самарқандқа кәдімгідей арнайы турлар бар. Бірақ та Түркістанға ондай турлар келмей жатыр да. Және де оны Алматыға да көп қызығады олар. Яғни таулар біздің Тянь-Шань дейміз, Алатау. Оны олар Тәңір-тауы дейді. Негізі түріктер, қытайлар Тәңір-тауы деп аталады. Ол дүниеде оларға қызық. Тәңір-тауында шапқан ақбозаттар деген сияқты түріктердің тіркестердің өзі күшті естіледі негізінде. Сол себептен біздің мақсат Айдидауды тек қана музыканы ғана дамытып қоймай, музыканың арқасында оларды тарту. Біз 5 жылдыққа бір үлкен концертный программалар дайындап жатырмыз. Jay-Z, Beyoncé-тарды асып өтетін дейміз да қалай. Енді тауға қарамай белеске шыға алмайсың дей ма, қалай. Сол себептен біз тек қана үлкен нәрселерді бір тұтамыз. Айдидау парақшасы ол бір локомотив ретінде қарастырамыз. Тек қана ол күйші, артист емес, ол Қазақстанға еңбегі сіңіру керек адам. Қазақстанның әдеміліктерін, Қазақстанның бір ерекшеліктерін трансляция жасайтын бір алаң ретінде қабылдаймыз өзіміз. Керемет. Настрой жақсы. Jay-Z, Beyoncé деп айтып жатсың, енді біреу айтуы мүмкін, ой, мынау өзіне көп алып деген сияқты. Домбырамен қайда барам деген сияқты. Мен ойымша керісінше алға қарай ұмтылу керек. Егер биікті бағындырам десең, жоғары деңгейде ойлау керек. Ондай хейттарға үйреніп қалдық. Неге десең, біз жалпы Айдидау проектісін бастағанда бізге көбісі айтқан, 10,000 оқырман жинайсыңдар, сендердің потологтарың болады деп. Құдайға шүкір, одан да асты. Одан кейін сольный домбырашы қазір ешкімге қызық емес деді. Біз Астанаға бардық, Намат Геймста, жаңа Қазақстанда сольный өз жалғыз шықты. Бүкіл публика орнынан тұрып, кәдімгі қазақтар, астаналық қазақтар қолдарын шапалақ ұрып, сольный, яғни Құрманғазы Дина Тәтімбеттерді сағынбады дегенге сенбеймін мен. Одан кейінгі нәрсе, домбыра не стадионный инструмент дейді. Біз Бешикташ Динамо Киев матчында 42 мыңдай ма трибунада адам толып тұрған кезде домбыра ойнағанбыз. Яғни Бешикташтың гимні домбырада. Бүкіл стадионға естілді, стадион орнынан секіріп, кәдімгідей бізбен бірге қосылып өздерінің гимнін айтты. Енді білмеймін, біз жаңағыдай мүмкін емес деген нәрсенің барлығын Құдай бұйыртып істеп көріп жатырмыз. Және де домбыра ол стадионный да бола алады, концертный да бола алады, ол жаңағыдай имидждік әдемі де бола алады. Сол стадионда болған ойын жайлы толығырақ айтсаң. Арнайы шақыртумен барыңдар ма әлде қалай? Бешикташқа біздің қазақ бала
Бахтияр Зайнудинов өтті. Біз оны қолдау үшін бізде оған дейін 160 мың турецкий аудитория болған. Сол кезде біз осы жақтағы өкілдікпен байланысып Бешикташ Қазақстанмен формаларын алып, жаңағы символдары, карталы дейді, яғни бүркітпен Шымбұлаққа барып видео түсірдік. Ол видео 5-6 сағаттың ішінде Түркияда өте қатты танымал болып кетті. Өте қатты танымал болған, Түркияның элитасына дейін жеткен. Өйткені одан кейін бізге сыртқы істер министрлігі, біраз Түркияның депутаттары деген жол ашылды. Сол сәтте бізде таңдау болды. Қазақстанда шақыртуды күтеміз бе, аналарын, яғни официальный шақыртуларын. Не болмаса өзіміз әрекет етіп, тәуекел етіп барамыз ба деген. Біз тәуекел таңдадық. Өзіміз қаражатты жұмсап, в один конец билет алдық. Сол жаққа аэропорттан түскеннен бастап бізге тегін отельді, қайтатын билетті барлығы өз ретімен табыла кетті. Және де бізге матч басталғанға 2 сағатқа дейін билет болған жоқ мүлде. Хотя біз жаңағыдай оған дейін 5 каналға сұхбат бердік. ТРТ Аваз, ТРТ Спор, бір бәле спор, яғни спортивный каналдар, площадкалар, анаяқта деген Бешикташ Чарж деген бар, яғни бір кішігірім өздерінің базарлары, фанаттар жиналатын. Сояққа барамыз, біздің парақшадан көрсеңіздер болады, полный историяны. Кәдімгідей ажиотаж болып жатыр, бірақ бізде матчқа кіретін билет жоқ. Сонымен съемканың бәрін аяқтаймыз. Жарайды, енді отельге барып, бір демалып алайық деп отельге барсақ, ең пиар директоры шақырады бізді, Мехтап Ферах деген кісі. Саламатсыздар ма, сіздерді енді көріп қалдым, өтініш келе аласыздар ма дейді. Соны біз бардық, біз арнайы сыйлығымыз болған, домбырамызды табыстадық ол кісілерге деген. Одан кейін ол жақта кәдімгідей бір қызық оқиға болды. Домбыра үшін сәл төбелес болды деп айтайықшы, қызық болсын. Өйткені жаңа Мехтап Ферах деген кісі и Шүле деген апайымыз болды, ол да пиарға қарайтын екен. Екеуі деген, мә домбыра деген қандай ғажап, еще Айдидауды көрді, мә не деген сол мынау стадионда ойнау керек бүгін деді. Ар жақта еркектер тұрып, кәдімгі жоқ бұл деген бізде Бешикташ ол тарихи клуб, бұл жақта идеологический нәрселер бар, УЕФА рұқсат бермейді деген сияқты. Кәдімгідей біздің көз алдымызда түріктер бір-бірімен домбыра үшін жанжалдасып атты да. Анау бір шетін негізі дұрыс емес, но біз кайфовать еттік. До такой степени біздің жасап жатқан жұмысымыз сондай дәрежеде, сондай биік мінберде конфликт қалып келіп жатқанына. Одан кейін біз жаңағыдай матч көрдік, вип-ложада болдық, сатылмайтын тек қана президенттерге арналған вип-ложада қазақ елшілері, түрік елшілерімен бірге бізді қонақ қылды. Біз оған үлкен рахметімізді айтамыз. Және матч біткен кезде бізге микрофонды алып келді, тақатты, действуй деді. Өйткені 90 минут біткеннен кейін УЕФАның ешқандай заңы жүрмейді. Сол кезде 40 мың адам алдында домбырамен ән айттым. Қобалжу болды ма? Әрине, бұл мен үшін де андай сюрприз болды да. Маған айтпады, сен қазір домбыра тартасың. Жай ғана домбырамды ала келдім, на всякий случай деп. И солар микрофон алып келді. Еще мен андай вип-ложада андай барлығы көрінетін күшті жерде тұрдым да. Сосын 40 мың адам жаңағы телефондарын шығарады да, бәрі маған нетеді, направлять етеді. Ана жақта қобалжу болды да. Сосын айтады, міне Қазақстаннан келген Айдидау жаңағы Бешикташты қолдауға келді, өзінің жерлесін Бахтияр Зайнудиновты деп. Сол кезде андай ең бірінші сондай үлкен публикада выступать еттім. 40 мың адам, үлкен стадион, қобалжу болды, бірақ андай мақтаныш болды прям. Ана жақта эмоцияны біз ана видеоны қазір қайталап көре алмаймыз. Ана видеода эмоция деген перенасыщенный дейді ғой. Өте сондай, мен айғайлап ана жақта деген бір клоундар сияқты жүрміз. Сондай бір видеоның тарихы сондай болды. Біз негізі жай ғана біздің қазақ футболшысын біз Алматыда тұрып, жай ғана қолдайық, видеоны түсірейік. Өзімізде бар жаңа 160 мың аудиторияға көрсетейік дегенбіз ғой. Бізден қонақ бала кетті, сендерге қарсы алыңдар деген сияқты. Оны емес, бізді қарсы алып алды ана жақта әдемілеп. Мен ол дастанның бір жоспарланып жасалған стратегиясы деп ойладым. Жоқ, ол сондай бір видеоның тарихы сондай болды да. Негізінде андай стратегиялық жасалынған жобалар өте көп. Өкінішке орай олар белгілі бір дәрежеде сен қалаған деңгейде бүйтіп шықпайды. Ал жаңағыдай аяқ асты форс-мажорны бір гибкость танытып,
инфоповодты ұстап алып кеткен кезде ол өте жақсы кетіп жатыр. Көп бізде де жаңағыдай ең соңғы видеомыз Әзірбайжанның бір телеканалына сұхбат беріп жаттық біз Галат Стамбулда президентский телевидениеға. Сол кезде бүйтіп өтіп баратқан кезде ана ракурс, біз ол жерде күнде барамыз анаяқа Галатаға, бірақ ана ракурсты біз бірінші рет көріп қалдық та, шаршаса да сол жерде алып түсіріп алдық, саламыз, тамақ ішуге барамыз журналистермен, отырсақ телефон деген уже үйреніп қалғанбыз, дың-дың дегенге телефон қуып кетті, кәдімгідей көтере алмай ашып қараймыз, 3-4 сағаттың ішінде бір 3 миллион 4 миллион жинапсаң, ол бізде бірінші рет болды сондай. Ол видео 20 миллион қаралым жиналды. Ең үлкен қаралым сол видео болған шығар, иә? Бірден 60 мыңдай ма оқырман сол видеодан келді. Ал негізі видеоны түсіруге шамамен қанша уақыт кетеді? Негізі көп емес, ең басы жаңағы әдемі көрікті жер болса, жаңағы образ бәрі дұрыс болу керек, дастанның несі видениесі бойынша бәрі әдемі болу керек. Бәрі әдемі болса, міне, мен осы жерде көріп тұрмын, мына видео ататын сияқты, давай осы жерде түсіріп тастайық, бір 5-10 минут шығар, ары кетсе. Керемет. Айтып жатсыңдар ғой, шетелге барған кезде бір билетпен бардық, транспортты, отельді бәрін сол жақта табыстады деп. Соған қатысты менде мынандай сұрақ бар. Шетелдік компаниялармен келісім шартқа отырып, олардың услугасын немесе товарын қазақстандықтарға жарнамалаған кездер болды ма? Ондай сәттер өте көп. Жаңағы бір билетпен бардық қой, сол кезде қонақ үйде болған жоқ, транспортта болмады. Жаңағы Инстаграмнан менің келгенімді көріп, олар маған жазады, біздің отельге келіңіз, бірнеше 4-5 отель жазады. Сосын Дасан екеуміз таңдап, қай отельге барамыз деп, ең күштісін таңдап аламыз да орталығында. Сосын сол жерге барып, жаңағы келісім шартқа нетеміз. Жаңағы олар айтады, бізге реклама жасасаңыз, сол сізден қазақстандықтар көріп, біз жаққа келеді деген сияқты. Жаңағы отельдерін жарнамалаймыз. Сосын ресторанға барған кезде мені танып, ой, сіз ана домбырашы қыз емессіз ба? Сол жерде де, ой, біз сізден ақша алмаймыз, бізге реклама жасап берсеңіз, сөйтіп сұрайды. Сөйтіп сондай услугаларды, қонақ үй, ресторан деген сияқты жарнамалау өте көп болған. Ал сол адамдардан кері байланыс болды ма? Қаншалықты жарнама нәтижесін берді? Қанша қазақстандық сол жаққа барды, көрді? Бізді қайтадан сол кісілер шақырады десем. Біз бірнеше рет барамыз ғой. Біз келген кезде көреді жаңағы аэропортта екенімізді. Бізге қайттан келіңіз деп жазады. Яғни белгілі бір дәрежеде тек қазақстандықтар ғана емес, жалпы біздегі парақшаның жұмыс жасайтыны, біз Ескішехир ма, Балгесир деген бір қалада болдық, өте сыртта, Түркияның Эдремит Балгесир деген. Сол жақта отеліне жарнама жасаған болдымыз. Одан кейін бізге бірнеше жарнамалар түсті сол кісінің таныстарынан. Яғни көбіне сарафанный радио дейді, солай жұмыс жасайды. Түркияның, Азербайжанның каналдарында. Біз сияқты жаңағыдай инфлюенс агентстволар ол жақта қатты дамымаған. Инфлюенс агентстволарды табу өте қиын. Бар болса да, олар белгілі бір дәрежеде мемлекетпен тығыз байланысты. Сол себептен олар шетелдік блогерларды көп тарта бермейді. Көбіне жаңағыдай бизнес иелері өздері шығады, өздері біреуге ұсынады деген сияқты. Және де Айдидаудың парақшасы жарнаманы біз кез келген жарнаманы домбырамен байланыстыруға тырысамыз. Яғни сол жерде бір әдемі жерін тауып алып, шатырына шығып домбыра ойнасақ та, не болмаса сол жердің бір жергілікті әнін домбыраға салсақ та деген сияқты біз әрдайым домбырамен байланыстырамыз. Ол да бір қызық болып көрінеді. Сол себептен бір емес, бірнеше мәрте шақыратындары бар. Ал үлкен контракттар қазіргі таңда Бешикташпен кәдімгідей алдында біз тек қана өзіміз қызығушылық Набум дейді ғой. Сөйтіп барып қайтқан болатынбыз. Қазіргі таңда үлкен келіссөздер жүріп жатыр. Ол жақта елшіліктердің байланысы бар. Кәдімгідей үлкен деңгейде Голос Бешикташа деген сияқты, яғни Айдидауды ұсынылып жатыр. Одан бөлек 2 жыл болды, әлі переговор тоқтаған жоқ. УЕФА конференция лигасы деген бар. Яғни Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференция. Сол жаққа да бір гимнің
осы домбырамен байланыстырсақ деген идеялары бар. Ол жақта лондондық офистің әлі келіссөздер жүріп жатыр. Яғни үлкен контракттар үлкен уақыт талап етеді. Яғни Қазақстандағыдай 1-2 айда шешіліп кетеді деген нәрсе жоқ. Әлемдік деңгей болғандықтан олардың идеологияларына сай болу керек, олардың стратегияларына сай болу керек деген сияқты. Алдағы уақытта бұйыртса 1-2 жылдың көлемінде Айдидау үлкен масштабқа шығады деген ойдамыз. Домбыра күнінің өзі аталып өтетін эстрада бағытында өтеді. Бізде нақты академический деп айтпай қойыншы, далалық домбыра концерті жоқ. Қазір біз соның разработкасын жасап жатырмыз. Максималды тұрғыда шетелден адам келген кезде ол Қайрат Нұртас тыңдағысы келмейді, ол басқан тыңдағысы келмейді, ол жаңағыдай бір местный музыка дейді ғой. Осы местная музыканы естігісі келеді. Алматыдағы кез келген кафе, музыкальный жаңа кішігірім акустикалық кеш өткізетін жерлерді қарасаңыз, барлығында эстрада, барлығында рок, барлығында джаз, бір ерекше форматтар, яғни шетелдік форматтар, қазақи форматта, яғни домбыраның кеші, қобыздың кеші, бір нәрсенің кеші деген сияқты қызық форматта өтіп жатқан жоқ. Және де оған бірден бір жұмыс жасайтын ол біз жасап жатырмыз. Біздің қолымыз қысқа болғандықтан, яғни қаражатымыз аз болғандықтан мүмкін біз оған кеш жетіп қалуымыз мүмкін. Ал егер де мемлекет кірісетін болса, әкімшілік бізге белгілі бір дәрежеде қолымызды байлауын ашып беретін болса, ол дүниелер тез-ақ болатын еді. Түсінікті. Мен жаңа ғана сендерден шетелдік компаниямен коллаборация жайлы сұрадым, иә? Осы сұрақты қоюымның себебі 2024 жылдың басынан бері Алматыға 40-қа жоқ мемлекеттен 158 блогер келген. Бірақ біз Алматы туризм бюро ретінде оларға тек әкімшілік қолдау көрсеттік. Алматының ең көрікті жерлерін аралатып, үздік контент жасауға тырыстық. Бірақ халықтың тарапынан жоғарыдағы, қалай айтсам болады, көп түсініспеушілік болып жатады. Бұл не үшін маңызы бар, бұл не үшін ақша салу керек жоба деген сияқты. Көбісі негатив айтады. Ал сенің ойыңша, көзқарасың бойынша қаншалықты ол маңызды шетелдік, әлемдік деңгейдегі блогерлермен коллаборация жасау? Ең үлкен қару насихат деген ұғым бар ғой. Яғни қаншалықты біз насихаттаймыз, қаншалықты адамдарға біз өзімізді көрсетеміз, соған байланысты біз кері байланыс аламыз. Яғни әлемдік блогерларды осы уақытқа дейін мен негізі көп көрдім. Жаңағындай Түркиядан келген, алыс жақын шетелден, Европадан келген блогерлар, Арабиядан келген, Біріккен Араб Әмірліктерінен келген блогерларды осында келіп, жаңа арнайы бағдарламамен демалып жүргендерін. Шикілік бар, жоқ деп айтпай қойын. Бірақ та ол өте дұрыс. Неге? Себебі олардың аудиториясы көреді да қызығады. Біздің қазақтар қашаннан бері шетелге шыққыш болып кетті деген сұрақ. Біздің блогерлар шетелге шыға бастағаннан бастап біздің халық сапарға көз ашылды ғой. Түркияға барып демалса болады екен, Таиландқа барса болады екен, Балиға барса болады екен, мәссаған Дубайға 60 000 теңгеге барып қайтса болады екен деген, яғни ақпарат бірінші жай ғана бір рет таратыла салған аз. Ол ақпарат бірнеше рет қайта шыққан кезде ғана сенім тудырады. Сол себептен біз өте көп блогерларды алып келуіміз керек. Және маңызды нәрсе, сен құнарсыз жерге дәнді ексең, ол дәннен пайда жоқ. Тура сол сияқты біз блогерларды алып келмес бұрын блогерларға площадка дайындауымыз керек сияқты. Тау мен подкасттың алдында сұраған болатын, қытайлық блогер, атқа мінетін қыз, алдында көшпенділер ойынына келді, контенті онша емес болып қалды. Өте үлкен қаржыға келді деп естідім. Осы жол қайта келді. Бұл сұрақтар қазақ туризмге. Кім екенін білмеймін, бірақ та жаңағыдай осы екінші жол келді. Топ жарған деген жаңағы біздің бетке ұстар бір ұйым бар. Қазақтың көшпен салтын әдемі көрсетіп жүрген. Солармен бірігіп коллаборация жасады. Одан кейін етікшілер, қамшы жасайтындармен бір кішкентай поездкада келді. Қазақтың сандығына барды, ортасына барды, мейрамханаларына барып, жаңағыдай қазақтың тамағын көрсетті. Бургер жеген жоқ ол келіп. Бешбармақ жеді, бас жеді деген сияқты. Сол қызық болды басқаларға.
тура сол сияқты біз яғни блогерларды алып келгенде оларға площадкаларын дайындау керекпіз. Яғни мынау travel блогер біз қайда алып барамыз? Өскеменге алып барамыз да, әлде Маңғыстауға алып барамыз да? Оны алып келіп Алматының ішінде жүргізіп, о Қазақстанға келді қайтты емес. Жаңағыдай жергілікті блогерлармен де коллаборациясы өте маңызды. Яғни Әділет Рахметолланың да Тауымен бірге не істегенін біз көрдік. Ана қыз келіпті Қазақстанда, атқа мініп жүр, оны ертең басқалар көреді деген сияқты. Яғни жергілікті халық наразы болмау үшін жергілікті халықта ақпараттану керек, олардың не істеп жүргенін. Ол үшін жергілікті блогерлар керек. Солардың яғни сферасына сәйкес келетін, оларға бір-біріне пайдалы бола алатын деген сияқты. Этноауыл, намат деген сияқты жерлер бар ғой. Солардың барлығымен біріктіріп, сондай бірегей комплексына жұмыс болатын болса, керісінше андай белгілі бір дәрежеде басқа бір керек емес спорттарға кетіп жатқан қаржыны алып миллиардтап блогерларға салуға болады. Бір блогердан кейін кемі бір 10 адам келеді Қазақстанға. Мен ойымша қазіргі таңда онлайн жарнаманың әлде қайда нәтижелі екендігін халық түсіну керек сияқты. Өйткені мысалы UG жапондық блогерді алатын болсақ, оның видеолары 200 мыңнан 26 миллионға дейін қаралым жинады Қазақстан жайлы. Сол сияқты дәл біздің қазақтың блогерлері де өзге мемлекетте, өзге отельдерді жарнамалайды, және ол әлде қайда нәтижелі. Ол мировой деңгейдегі, ол әлемдік деңгейдегі бір практика және факт. Халық, білесіз ме, біз негізі халық өте жақсы қарайды ондай неге. Шетелден біреу келіп қазақша сөйлесе, мәссаған дейтін еді ғой. Ол тенденция әлі күнге дейін бар, бірақ та ол қазақша сөйлегенін қазір аздық етеді. Қазір қазақтың тұрмыс салтын көрсету керек. Бағана айтқан нәрсем сол ғой, яғни осында жергілікті контентке сай контент жасау керек оларда. Әрине, біз мысалы Алматыға келген блогерлердің санын айттым ғой, 158 деп. Олардың әрқайсымен жеке жұмыс жасаймыз. Біріншіден атап өтетін тұс, олар өздері қызығушылық танытады, біз оларды шақырмаймыз. Сондықтан олардың әрқайсымен сөйлесіп, оларға ыңғайлы программаны алдын ала дайындаймыз. Біреуге шарын, көлсай сияқты табиғи көріністер қызық болса, енді біреуге тарихымызды білгісі келеді. Оларды мысалы этно ауылдарға барамыз дегендей. Оның барлығы алдын ала жасалынады. Мен сенімен бұл тұста келісемін, иә. Өте дұрыс жоба жасалынып жатыр. Сіздер білесіздер, баста дұрыс екен. Соны қайталай беру керек. Сол кезде ертең халық сіздерге алғыстан басқа еш нәрсесін айтпайды. Яғни кезінде ойлаңызшы, мына ғимараттың тарихымен бір қысқаша айтайын. 45 жылы СССР үлкен соғыста болды кәдімгі. Ақша жоқ, халық аш жатыр да. Қаныш Сәтпаев қазаққа ғылым ордасы керек деп Москвадан мына дүниенің бәрін алып келіп салдырды да. Қазақтың ЦКП-сында отқан, яғни местный билік өкілдері, Қаныш, сен қуасың ба, не істеп жатсың, халық соғысып жатыр, ақша кетіп жатыр, сен болмайтын бір дүниеге ақша жұмсап жатсың деген сияқты идеямен оған хейт жазған. Бірақ та Қаныш салып кетпегенде қазір бізде ғылым ордасы да болмайтын еді. Тура сол сияқты ол кез келген істің өзінің наразы оппозициясы болады, және сол болғаны бізді мотивация беріп, агрегатор ретінде катализировать етіп бір тезірек нәтижеге жеткізетін күш деп ойлаймын халық наразылығы. Келісемін. Жауабыңа көп рахмет. Алматының туристік дестинация ретінде әлемдік жаңа деңгейге шығуына түбегейлі әсер ететін қандай контент керек? Ұлттық деген тек қана бір контент емес шығар ол. Ұлттық контент міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Және де тек қана Алматы ма бізге керек десең? Әрине. Онда Алматы болатын болса, енді біз керемет эксперт емеспіз, бірақ та осы күнге дейінгі тәжірибеден, яғни өзіміз көрген нәтижелерге байланысты айтатын болсақ, ұлттық контенттің бір ұшы болсын, ол жақта контентте болу керек, және де ұлттық контент жасаушылар көп бол. Жаңа travel блогер, лайфстайл, яғни фэшн, бір әдемі эстетик контенттер жоқ деп айтпаймын. Олармен деңгейлес, иық тіресе алатын деңгейде ұлттық контенттің болғаны маңызды. Қаланың ортасында бір қызық іс-шаралар өтетін бір үлкен киіз үй болса, деген сияқты бізде де армандар бар, бізде де Алматыны көркейтуге жоспарларымыз бар, бірақ та ойлаңызшы, Қытайда Құлжа деген қазақ қаласында дәу киіз үй бар кәдімгідей. Өте үлкен анау ше. Барасың анаған кәдімгі Жібек жолы деген көшеде ана жерге
жылағың келеді. Өйткені қазақ даласының ешқандай жерінде ондай үлкен киіз үй жоқ. Кәдімгі киізбен көмкерілген, әдемі болып жасалынған. Тура сол сияқты егер Алматыда болатын болса, мысалы қырғыздар киіз үй форматында стадион салайын деп жатыр. Төбесі жаңа шаңырақ, кереге жан-жағы. Ол да бір яғни біз қашан тарта аламыз, біздің жаңа ішіміздегі өзіміздің ұлттық магнитіміз бар ғой, жаңағы ата бабалардан қалып кеткен сол дүниені біз оятып сыртқа тартқан кезде біз адамдарды шақыратын сияқтымыз. Яғни қарапайым контент оларға келіп осы жақтың бір клубтарында демалатындай біздің өзіміздің арақтарымыз жоқ, бір ішімдіктеріміз жоқ та, олар тартатындай. Болмаса бізде бір андай ұлттық казино сияқты ойынымыз жоқ. Бізде жаңағыдай көбісі бейбітшілікке арналған дүниелер. Яғни көшпенді даласы, біз бейбітшілікті сүйген, ешкімге тиіспеген, тиіссе бірақ аямаған халықпыз ғой. Тура сол сияқты Алматының бір бет бейнесін бейбітшілік, жаңағыдай бір көшпенді мәдениетін көрсететіндей белгілі бір дәрежеде. Сонда егерде мысалы айына бір рет марафон жүре берсін, марафон денсаулыққа пайдалы ғой. Айына бір рет Бразилияда бір андай фестивальдар бар ғой, караван түрлі түсті болып жүретін. Тура сол сияқты айына бір рет Абай көшесін жауып тастап, ана басына мына басына дейін таза керуен жүретін болса, мен қарсы емеспін. Жақсы идея. Соны көру үшін адамдар келеді. Негізі ол идеялар болып жатыр, бірақ та ақша жоқ деп айтпай қойыңызшы, ақша бөлініп жатыр, бірақ солар сол деңгейінде шықпай жатыр да, өкінішке орай. Шынымен сондай дүниелер болса халық көреді да. Яғни түйенің үстінде адамдар қайтып жүрген кезінде жібек жолда ойбай осыншама адам жүрді, бір бәле істеді, Шыңғыс ханның әскері 60 мың оқ атқан кезде жаңбырша жауды деген мифтарымыз бар ғой. Иә, ол рас болсын, болмай қойсын, бірақ біз оны шынайылыққа айналдыратын болсақ, халық келіп көреді. Және де біз айдауға қазір қолданып жатқан стратегиямыз мынандай да, біз шетелге барған кезде бір средний уровеньдағы мелодиялар беріп жатырмыз оларға. Ал самый жаңағындай мощный дүниелер, Қазақстанда концертіміз болады, осы жаққа келіңдерші, осында көрсетеміз деп отырық та. Яғни оларды біз шетелге бір круг айналып келеміз. Яғни белгілі бір дәрежеде бір 100 мың адамға концерт беріп келсек, Алматыда бір 2 мың адамға концерт берсек, сол шетелден келіп адамдар жиналатын болса, ол да қызық бізге. Яғни колорит болу керек, ол келген кезде көретін дүниесі болу керек та. Мысалы, болмаса Алматыдағы милицияның барлығындай Моңғолияның әскери қызметкерлері сияқты дулығамен кәдімгідей бетіп жүретін болса, ол бір ерекшелік та. Сонымен бір енді ескі қайттан бір көшпелі заманға оралған сияқты боласың, орта ғасырға, бірақ та сол керек қазір. Яғни цикл ауысады, ол бір 5 жыл тұрар, 5 жылдан кейін қайтадан костюм киіп кетер жаңағындай. Но қазіргі таңда бір сондай бір қызық дүниелер керек. Яғни креативті экономика, Алматы креативити деген сияқты бір керемет ұйымдар жаңағындай бір жиналып, сондай бір Алматы креативити көп ұйымдар жиналып жатыр да, бірақ та орталарына коннект байқап жатқан жоқпын, өкінішке орай. Егер сол барлығымыз бірігіп, давай Алматыны күшті қылып тастайықшы деп Нұрлан Қойынбаев айтып жүр ғой. Тура сол сияқты бірігетін болсақ, сосын сол айтқан идеямызға соңына дейін тұрып, машина алмай, үй алмай, сол идея үшін до конца жүретін болсақ, біз өзіміз ойлағаннан да керемет машинеміз болады, керемет үйіміз болады. Сол себептен негізі идеяға тапит ететін адамдар керек бізге қазір. Сен айтып жатсың ғой, полиция қызметкерлері долға тағып, көне стильмен жүрсе деген сияқты. Мен ойымша керісінше баланс та керек сияқты. Өйткені туристерді қызықтыратын да сол. Біздің тарихымыз бар, біздің өткеніміз бар, және біздің керемет табиғатымыз бар, және біз мегаполис, сити вайб. Көп туристі тартатын да сол. Керуен жайлы идея менің өз басым өте қызық деп есептеймін. Бірақ марафон да керек. Ондай спорттық ATP, Алматы марафон санын нақты айта алмаймын, бірақ қателеспесем 15 мың адамды құрады. Иә, ол өте жақсы шара негізінен. Енді ойлаңызшы, сондай масштабта керуен болатын болса, ол қарсы емес, мен жауап сандар деп жатқан жоқпын, ақша кетіп жатыр деген андай негатив жоқ, өте ғажап нәрсе. Тура сол ақыры бізде айына бір рет жол жабылады ғой. Тағы да бір күн жаба салайықшы, ештеңе етпейді Абаян бойы. Халық бәріміз жиналамыз, алдында дрон шоуға қаншама адам жиналды ғой. Тура сол сияқты кәдімгідей көш жүретін бір ортада
намат станциясының балалары қылыштасып жатсын, бір андай күшті дүние жасауға болады әрдайым ше. Мысалы осы апта керуенде Абылай ханның көші дейді. Абылай ханның заманындағы батырлар не істеп жатыр, артында жаңа Абылай ханның заманында болған ғұламалар қиссаларын оқып, әдебиетін таныстырып, живой шетелден бұрын өзіміздікілер келеді. Ақтау, Атырау, жаңа бүкіл Қазақстан жиналды Алматыға, тарихымызды живой көрсетіп жатыр деген сияқты ше. Негізінде сондай бір дүниелер керек, өте керек. Керемет. Бұл бірақ енді блогердің немесе осы туризм саласында ішінде қайнап жүрген адамдардың көзқарасымен алғандағы пікір ғой. Ал егер де әрқайсымыз осы елдің азаматы, осы қаланың тұрғыны ретінде айтатын болсақ, кім не істеу керек? Қандай өз тарапымыздан әрекет жасай аламыз? Енді басқаларды білмеймін. Біз өзіміз қолымыздан келген ұлттық дегенде оның ішінде нағыз саф домбыраның күйін өз қалпында жеткізуге тырысып жатырмыз. Яғни басқаларға ақыл айтудан аулақпын, себебі мен елге, жерге, қалаға деген үлесім бір ғаламат керемет тиді деп айта алмаймын. Біз сол жолда тырысып жатырмыз. Сол себептен артқа үңіліңдерші деп айтқым келеді. Яғни біз домбыраға, осы жобаға не үшін келдік? Мен Кенен Әзірбаевтың жиенімін. Яғни менің атам бала кезден домбыра үйрен деп маған құлағыма құйған. Мен бала кездегі естеліктерім, тарихым, сол нәрсе қазір өмірлік миссиям болып жатыр да. Өмірлік ісім болып жатыр. Тура сол сияқты лайфстайл блогерларды жаңа успехті қарауды емес, бірінші тарихты қарайық өзіміздің. Яғни басқа біреудің тарихын емес, өзіңнің жеке тарихың бар ғой. Бала кезден сені қайтып тәрбиеледі, не істе деп айтты. Сол нәрсені қазір жасайтын болсаң, ол халыққа көмегін тигізеді. Өйткені біздің ата әжелеріміз, әке аналарымыз ешқашан бізге жаман нәрсе айтпайды. Сол себептен мен сол нәрсені айтқым келеді басқаларға. Өйткені біз өзіміз солай таптық өзіміздің жұмысымызды. Біз осы домбырамен контент жасау арқылы Алматыда бір 10 шақты блогер шықты, біз сияқты домбырамен контент жасайтын. Ол да бір кішігірім, бір тамшыдай болса тигізген үлесіміз деп ойлаймын. Яғни 20 миллион қазаққа 10 домбырашы блогер деген өте аз негізінде. Ұлттық музыканы таныту үшін, ал ұлттық туризмді дамыту үшін Қазақстанға өте көп блогерлар керек. Көп рахмет. Домбыра демекші, мен білем Айдидау бүгін құр келген жоқ. Домбырасын алып келді. Мүмкін бір күй ойнап бересің. Ойнап берейін, әрине. Керемет. Мен Айдидаумен таныстығымызға жақында 5 жыл толады, бірақ әр көрген сайын алғаш көргенде керемет әсер аламын. Рахмет көп. Осы нотада бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.